Бахмут пен Селедардағы соғыс туралы айтайын. Ол күрделі соғыс болып тұр. Кімнің айтқаны, президент Зеленскийдің айтқаны сияқты өте күрделі соғыс болып тұр. Күрделі болғандығы соншалық біресе орыстар алдыға жылжиды, біресе украиндар алдыға жылжиды. Бірақ енді қынадай қырылып жатыр. Өте ауыр болып тұр. Енді соңғы ақпаратты айтайын. Ресей Украинаның қалаларына тағы бір реттік зор көлемдегі зымырандық шабуылдарын бастады. Киев, Харьков, Одесса, Кривий Рог, Днепр, Венеция, Ладижин, Бурштин, Хмельницкий деген жерлер. Хмельницкий. Тағы басқа қалалар бұл террористердің нысанасына айналып отыр дейді. Бұл осыдан сәл ғана уақыт бұрын Зеленскийдің телеграмында айтылған. Днепрде осы жолғы Ресейдің шабуылына байланысты тағы бір тұрғын үй кешені тасталқан болды. Ал осы себепті біз өз жерден бірнеше ондаған жаралылар мен жарақат жеңіл жараланғанда адамдарды құтқаруға мәжбүр болдық. Ал қирандылар тазалану үстінде. Бұл тазалау түнімен жалғасты. Ал осы қирандының астында қанша адам қалды, қазірге дейін ешкім білмейді. Өкініштісі, өте өкініштісі, өлгендердің саны әрбір сағат сайын артып келе жатыр. Мен олардың отбасыларына, достарына қайғыра тұрып көңіл айтамын. Бүкіл қызмет дәл қазір сол орыс зымырандары тиген жерге шоғырланды. Сол күні Украин кеңістігінен қаратып атылған 30-дан артық зымыранның 20-дан артығы қағып алынды дейді. 30-дан артық зымыран атқан, соның 20-дан артығын қағып алды. Яғни 3-тен 2-сі қағып алынған, 3-тен 1 зымыран тиіп отыр. Бұл әрине бірнеше жүздеген адамның өмірін құтқару деген сөз. Біз өзіміздің әуе армиямызға рахмет айтамыз. Және әуе армиямызға, әуе қорғанысындағы сарбаздарға, және осы жолда көмек берген барша адамдарға алғыс айтамыз. Өкініштісі, өте өкініштісі, энергиялық макроструктураларда, энергиялық кешендерде шабуылға ұшырады. Ал бұл мәселе жағында ең қатты қиындыққа қалғандары Харьков пен Киев облысы. Ресейдің терактілері тоқтай ма? Украин соғыс алаңдағыдан бөлек күйде осы бір түйінге жетуге бола ма? Өкініштісі, өте өкініштісі, мүмкін емес. Бұл мүмкін, тіпті солай болуға тиіс. Бұл соғысты біз өзіміздің жерімізде, өзіміздің кеңістігімізде, және өзіміздің теңізімізде өзіміз тоқтатуымыз керек. Бұған не керек? Бұған керегі біздің партнерларымыздың әлі де қамбасында тұрған қарулар керек. Біздің әскерилеріміз бұл қаруды күтіп отыр. Бүкіл дүние біледі, анау өлім ұрығын себушілерді не тоқтататынын дейді. Бүкіл дүние біліп отыр, өлім ұрығын себушілерді не тоқтатынын. Біз өзімізге рахмет айтқан, біз өзімізге көмектескен барлық адамдарға рахметімізді айтамын. Нәсілшілдер, расистер, өмірін тартып алған, өмірін ұрлаған барлық адамдар біздің мәңгі бақи жадымызда сақталады. Мәртебе мен атақ халықты қорғағандарға, Украинаға мәңгілік жеңіс. Міне бұл Зеленскийдің телеграм каналында осы ең соңғы ақпарат. Ең соңғы ақпарат, қазірге дейінгі ең соңғы ақпарат. Бұл жерден екі нәрсені анық білуге болады. Бірі, өткенде патриот ұшты берді дедік, е? Бірақ патриот ұшу Ресей зымыранның 30 неше зымыраны атылды, біз оның 20 шақтысын қағып алдық дейді. Демек, патриот зымыранының да бір керемет озық 99% қағып алатын бермеген құсайды.
Себебі Патриот зымыранын Америка қорғаныс министрлігінің өзі ракеталарды 90%, ал басқа дрон, тағы басқа жеңіл типті қанатты зымырандарды 95% қағып түсіреді деді. Ал 90% қағып баса, 30 неше зымыран атылған болса, 30 дейікші, 30 неше демейік, 90 дейік. Бұл Америка тарап. Сонда 90% дегенде 27-сін қағып, небәрі Украин жеріне 3 зымыран тисе керек еді. Демек, Американың қорғаныс министрлігінің ақпараты өтірік болуы мүмкін. Екіншісі, бұл зымыраннан сақтану кешенін Украина әлі толық қолданылмай жатыр ма? Екі. Үшіншісі, бұл кешен мүмкін бұның тығыздығы жетпей жатыр. Себебі, ұшақтарға атылатын технологияны баяғыда бір әскери құжатты фильмде көргенімізде кәдімгі ұшақ ұшып бара жатыр, зымыран ұшып бара жатыр. Енді соны анау термо камерамен қарайды екен, ана температура ана жерде ұшып бара жатқан жерде термокамерадан көреді екен де, оған қарсы атылған зымыран, қанатты зымыран, ана жерде температурасы жоғары болып жанып тұрған, оның моторы жанып тұрған, соған қарай өздігінен бағытталып ұшады екен. Сөйтіп жаңағы ұшақты, зымыранды атып түсіреді екен. Енді соның алдын алу үшін жаңағы ұшып бара жатқан ұшақ немесе зымыран үнемі өзіне келе жатқан, өзінің атқалы келе жатқан, қағып түсірген жатқан зымыранды алдау үшін оның қасында қосалқы жоғарғы температуралы заттарды ұшырады екен маңынан. Ол ұшып бара жатып, бір бөлшектер бөлініп ұшады екен. Оның температурасы жоғары. Сонда атып түсірген бара жатқан зат ана одан да температурасы жоғары анау қосалқы бөлшекті қуып кетеді екен де, ана зымыранның өзі аман қалады екен, ұшақтың өзі аман қалады екен. Себебі зымыранмен ұшақты қағып түсіруге бағытталған зымыран, қарсы бағытталған зымыран, ананы температура бойынша көреді екен де. Қай жерде температурасы соған қарай былай бұрылса, былай бұрылса, былай қысқасы. Аспанға шықса, аспан төмен түссе, қуып жүріп ағын ұрып, тарс етіп, жарып жібереді екен кеңістікте. Содан ол жерге залалсызданып, тек ұсақ бөлшектер түседі екен. Енді соның алдын алу үшін анау термодинамикалық камераларды қай жерде температура тұр ғой, бүкіл кеңістік аспан ол, мысалы бір бүркіт ұшып бара жатыр, ода қандай? Ұзасы 50 градустық температура, бүркіт жоқ дейді. Ана жерде жанып, мотор кетіп бара жатыр, қандай? Бірдеме 1000 градустық, соған қарай бағытталды. Енді әдейі одан да жоғары градуспен бірдеңені жандырып, былай ағыстырып жібергенде әгіні қуып кетеді екен да, былайша. Енді жалпы қазақша түсіндіргендегі. Енді қараңдар. Қазақша түсіндіріп отырмын ғой қарапайым тілмен. Мүмкін бір сондай бір озық бір технологияларын таппай қалды. Мынау енді Зеленскийдің 30 неше зымыраны атылды, соның 20 шақтысын тостық деген сөзі адамның көңілін ауыртады. 3-тен 2-сі тосылды, 3-тен 1. Ал бір күнде 30 шақты зымыран атқан орыс 300 зымыран атса не болады? Неге орыстың зымыранын 95%, 99% тосып тастай алмай отыр? Бұл жерде тиісті сол орыстың зымыранын атып түсіретін қаруларды бермей тұр ма? Мәселе гап сонда сияқты. Неге? Зеленскийдің әлгіндегі сөзінде не айтады? Біздің партнерларымыздың қамбасында тұрған дейді, скалатында тұрған ана қарулар дейді. Біздің әскерилеріміз соны күтіп тұр дейді. Бүкіл дүние жүзі біледі, соғысты не тоқтататынын дейді Зеленский.